Жұбайларға үзік сыр. Жұбайлардың арасында әңгіме таусылмасын деп тілеңдер мәңгіге. Бір-біріне айтар сөзі үзілсе, болмас өмір жарасымды сәнді де. Онда жүрек жалынының сөнгені, махаббатқа бірі қауіптің төнгені. Ала алмайсың шаншу болып қадалған, жүректегі көрінбейтін шөңгені. Мұндай ауру жазылмайды жуықта, жұққан кірді кетірмейсің жуыпта. Сондықтан да айналайын жұбайлар, бір-біріңе сезіміңді суытпа. Сарқылмасын әзіл қалжың сөздерің, жақсылығын ғибрат тұт өзгенің. Анау өсіп келе жатқан балаңа істеріңмен үлгі көрсет өздерің. Ақыл қазы, ұят ұйтқы ми бастық, көңілдерді ұяласа қимастық. Сонда ғана өмір қызық жұбайлық, отбасында қалып тасар сыйластық. Өкініштің орны қайта толмайды, қасіреттің қара бұлты торлайды. Сыйластықтан шығып кетсең байқамай, одан әрі өмір қызық болмайды. Өткізе біл бір-біріңе сөзіңді, өмір қиын болу қажет төзімді. Ата енең туыс туған жарыңды, құрмет десең сыйлағаның өзіңді. Татулықпен келер бақыт арыста, сәл нәрсеге ашуланып ұрыспа. Бір-біріңнің қисық кеткен жеріңді, ашусыз-ақ ақылменен дұрыста. Болар кейде үй ішілік керісте, ушықтырма жетемін деп жеңіске. Кешіре сал, әркімде бар қателік, күнәдан пәк емес ешкім періште. Қосыларда пида еттіңдер жаныңды, талай тәтті сөз айтылды жалынды. Сол сөздерің жатсындайым жалғасып, үнсіздікпен жабырқатпа жарыңды. Үнсіздіктен тұрса үйің түнеріп, ол үй мола, адамдары тірілік. Отбасында қызық өмір болмаса, кімге керек тұрған дүние тіреліп. Басқа қонған бақ дәулетті мыңсап қып, керегі не көрмеген соң жан шаттық. Албырттықпен алдартыңа қарамай, махаббатта болған баста жаңсақтық. Тез басылар, жалын бірден лап еткен, тез сарқылар, сезім судайлақ еткен. Түсінерсің, өкінерсің, бірақ кеш өміріңе мағынасыз қап өткен. Толтыра алмай өткен күннің есесін, жаспен жуып жанның алтын кесесін. Өгізбенен қосақталған тұлпардай, беріксіз, құнсыз өмір кешесің. Жат адамдай жарына тіл қататын, салқындықпен жанын жабырқататын. Отбасында күліп ойнап отырмай, біреулер бар теріс қарап жататын. Үйінде ол езу тартып күлмейді, жұрт қатарлы жұбымен де жүрмейді. Әйел ана, әйел гүлі өмірдің, оңай алау керектігін білмейді. Мұндайлардың заты адам десек те, ұқсамайма салпаң құлақ есекке. Пешенеңе жазғаны сол құрметте, есек емес тұлпарым деп есепте. Тұйық жандар көпшіліктен шеттейді, ондайларды ешкім керек етпейді. Алға қойған мақсатына адамдар талпыныссыз, үнсіздікпен жетпейді. Адам-ғадам сөзбен әсер етеді, үндемесең өмірде есен кетеді. Жүрегіңнің түкпірінде жатқан сыр, сүйгеніңе сөз арқылы жетеді. Сөз жандарды жақындатар етене, сөз арқылы жеткізеді жетеңе. Үндемеген әрекетсіз адамдар, ойлаңдаршы, мақсатына жете ме? Сөз дегенің құдіретті киелі,
көздегенге сөздің оғы тиеді. Аталы сөз алдырады берместі, табиғат та сөзге басын иеді. Құдай үйді үнсіздіктен сақтасын, әзәзілдер сойқан отын жақпасын. Азаматтар, келіншектер, арулар, сүйген жарың сеніміңді ақтасын. Отбасынан тауып нәрін қорегін, күтіп ұста махаббат бәйтерегін. Сол бәйтерек тұрса көктеп үнемі, табылады сонан барлық керегің. Отбасында әзіл қалжың әңгіме, үзілмесін деп тілеңдер мәңгіге. Күлкес тіліп, шаттық лебі жат сесіп, өмір қызық болар сәнді мәнтіде. Мағзумбек Машайқұлы. Ассалямағалейкум, жақсыларым. Соңына дейін бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Қазақ тілді контенттің дамуына қосқан үлестеріңіз ретінде видеоға лүпіл басып, пікірлер қалдырып, WhatsApp желілерінде бөлісулеріңізді сұраймыз. Пайдалы Кәусар арнасынан кейінгі уақыттарда да түрлі қызықты контенттерді өткізіп алғыларыңыз келмесе, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматтуллахи ва баракатух.